Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 3 ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол 3 ақша табу жолымен сіздер ешқандай қиындықсыз, оңай телефонмен ақша таба аласыздар. Сол себепті де міндетті түрде видеоны басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушан басып қойды да ұмытпаңыздар. Канал уақытша осы жерге ауысты. Міндетті түрде осы каналға да тіркеліңіздер. Осы каналда да контенттер болады. Бірінші каналға біраз уақыт контент шықпауы мүмкін. Сол себепті де міндетті түрде осы каналға тіркелеміз. Ал енді қараңыздар, біріншісі пайп видео деп аталады, және де бұл жерде біз әртүрлі видеолар көргеніміз үшін ақша төлейді. Ақша 100% шығады, шығарып көрген балдар бар, бірақ минимальный сумма жинауға біраз уақытымыз кетеді. Қазір мен сіздерге басынан аяқ көрсететін боламын. Бұл жерде ең бірінші сіздер ютубтан видеолар көргендеріңіз үшін ақша таба аласыздар, ал екінші достарыңызды шақырғандарыңыз үшін. Достарыңыз активный болатын болса, сіздерге бонустар беріп отырады. Ал енді қараңыздар, қазір біз қалай ақша табамыз? Ең бірінші ютубқа кіреміз. Тіркелу оңай. Gmail почта жазасыздар, одан кейін парольдарыңызды жазасыздар, болды. Көргендеріңізде бізде дәл қазір бүгінге 160 видео бар екен, ал негізі доступны 600 деп тұр. Жаңа видеолар әр сағат сайын шығып отырады деген. Просто бізге осы видеоны көргеніміз үшін 0,002 цент береді, ол өте аз. Қазір басамыз. Бізге видео шығады. Осы видеоны біз 10 секунд көруіміз керек. Міне старт басқаннан кейін басталады секунд. Көргендеріңізде таймер әлі жүрген жоқ. Міне көргендеріңізде менде уақыт бітті және де бізге капча шықты. Капчаны толтыруымыз керек қазір. Менде капча дұрыс болмады. Обновлять етіп, қайтып көріп, қайттан капчаны толтырдым. Енді обновлять етеміз. Міне келді. Бірінші капча менде өзінен өзі қатып қалды, істемей қалды. Одан кейін обновлять етіп, видеоны қайтып көріп, қайттан капча толтырдым. Өздеріңіз көргенде 0,04 цент болды менде. 2 видео көрдім және де минимальный сумма бұл жерде 0,5 цент, яғни жарты доллар. Жарты доллар деген 250-300 теңге. Ал выплаты қай жерлерге шығады? Қараңыздар, бұл жерде Payeer'ге шығады, Advocate'ге шығады, Tron'ға шығады. Tron'ға минимальный сумма 1 доллар екен, Dogecoin'ға 0,2 USD екен, яғни 0,2 доллар шығаруға да болады екен, ал Payeer'ге жарты доллар. Бізге ақша шығару үшін не істеу керек? Бірінші, Gmail почтамыз подтверждение беру керек. Подтверждение қиын емес беру. Басамыз, бізге өш жерге міне подтвердитен басасыздар. Gmail почталарыңызға код келеді. Сол кодты өш жерге жазамыз, болды. Жоқ, олай емес. Бізге ссылка барады, сол ссылкадан өтуіміз керек. Қазір Gmail почтаға ссылка келеді. Міне менде ссылка келді. Подтверждение басамыз, и осы ссылкадан өтеміз, болды. Мен копировать етіп аламын. Через Opera өтетін болам мен. Ал қазірдан бастам, маған Google-ға жібереді. Міне қараңыздар, менде подтверждение болды. Ал енді біз өзіміздің кез келген кошелегімізді тіркеп, ақшамызды минимальный сумма жиналған кезде шығарып ала аламыз. Мен міндетті түрде бұл жерден ақша шығарып көретін болам, және де біздің Telegram канал бар, сол каналға салатын боламын. Ал енді қараңыздар, екіншісі WalletRx деп аталады. Бұл кәдімгі майнер. Бізге тіркелгеніміз үшін бонус ретінде 30 доллар береді. Сол 30 доллардан түскен доходты бізге основной шотымызға өткізіп отырады. Менен көп балдар жіберді. Осы валет жайлы айтыңызшы, осы валет жайлы айтыңызшы. Бұл валетте кәдімгідей майнер өте аз түседі. Достарымызды шақырып көбейтуімізге болады. Қараңыздар, сіздерге күніне 3% деген, бірақ 3% түскен жоқ маған. Менде жарты күн болды, көргендеріңізде 0,02 цент түсті. Өзінен өз түсіп отырады. Және де әр шақырған досымызға 1 доллар бонус беріп отырады. 1 доллар ол біз шығара алмаймыз, тек қана майнерге ғана түседі. Яғни сол майнерден түскен доходты бізге основной шотқа жіберіп отырады. Қараңыздар, бұл жерден не бар тағы да? Бізге ең бірінші шақырған 20 досымыз үшін 50 доллар береді. 50 доллар тоже майнерге түседі. Ол 50 доллардан түскен доходты біз шығарып ала аламыз. Міне өш жерде ссылкаларыңыз бар, копировать етіп алып, достарыңызға жібере аласыздар. Одан бөлек бізге осы сообществоларға тіркелгеніміз үшін 3 доллар береді. Көргендеріңізде ВКонтактесінде и Телеграмда. Қазір Телеграмда тіркеліп көрейін. Мен жаңа Телеграмда подписаться деген бастым мен. Бізді ботқа жіберді. И ботта осындай каналдарының ссылкасы болды. Каналының ссылкасын өтеміз. И өздеріңіз көргендей каналда 3900 адам бар. 9 май күні канал ашылған. Біз қазір тіркелдік. Все, енді артқа қайтсақ беру керек.
бізге 3 доллар берді, 33 доллар болды. Өздеріңіз көргендей, бұл жерде в основном адам шақыруымыз керек. Адам шақырғанда бізге көбірек доход береді. Мысалы, әр шақырған досыңызға майнерге 1 доллардан түсіп отырады, одан кейін 20 дос шақырасыз, майнерге 50 доллар береді, содан кейін ғана майнерден сәл көзге көрінетін ақша жиналады. 1 доллар, 2 доллар болғанда менің ойымша шығарып алуымызға болады. Перевести деген басатын болсақ, қараңыздар. Бұл жерде Kiwi'ға, Юманиға, Payeer'ге, Perfect Money'ға ешқандай комиссиясы шығарып ала аласыздар. Ал қалғандарына уже комиссия бар, қараңыздар. Если Tether, Tron, Dogecoin'ға ақша шығаратын болсақ 4% комиссия, одан бөлек 2 доллар комиссия ұстайды. Ал картаға шығаратын болсақ 2% комиссия және де 1 доллар одан бөлек комиссия ұстайды. Яғни бұл жерге бізге осы Kiwi'ға, Payeer'ге шығарған ыңғайлы. Мысалы, басасыздар, осы жерде номер кошелек жазасыздар, қанша шығарғыларыңыз келеді, жазасыздар. Менде қазір ақша жоқ. Сол себепті де шығарып көрсете алмаймын. Минималды сумма қанша екен жазылмаған екен проекттің ішінде. Болды, примерно осы, басқа ештеңе айта алмайсың бұл жерде. Минимальный сумма жинайтын болсам, шығаруға тырысып көретін болам. Ал енді қараңыздар, үшіншісі Click LTC бот деп аталады. Және де бұл бот жайлы мен уже 3 рет видео жасадым. Және де екеуін YouTube өшіріп тастады. Бұл бот жайлы түсіргенім үшін емес, бұл басқа мәселелер. Сол себепті де тағы да осы бот жайлы соңында айтып кеткім келеді. Бұл боттан мен 2 рет ақша шығардым, екеуі де келіп түсті, ешқандай қиындығы жоқ ақша шығарудың. Одан кейін бұл жерге біз ботқа тіркелгеніміз үшін, сайттарға өткеніміз үшін, және де Telegram боттарға тіркелгеніміз үшін, Telegram каналдарға тіркелгеніміз үшін, және де сайттарға өткеніміз үшін төлейді. Қараңыздар, посетите сайттың басасыздар. Осы сайтқа өткеніміз үшін бізге Litecoin төлейді. Қазір басамыз. Менде қазір через Google ашады. Көргендеріңізде сразу 0 секунд, яғни бұл жерде менің түсінгенім бойынша уақыт өткізудің қажеті жоқ. Кетеміз. Қайттан кетеміз. Жоқ, маған бермеді. Қайттан мен Opera істеп көрем. Мен сайт копировать етіп алып, через Opera істедім, және де менде секундомер сразу жоқ болып кетті. Қайттан барып көреміз енді. Мені берді, көргендеріңізде 0,0003 Litecoin берді. Бұл өте аз. Бірақ Litecoin негізі қымбат тұрады. Примерно 100 доллар тұрады. Бір Litecoin. Бізге 0,04-0,05 Litecoin жинаған өзінде 1 доллар 7 цент болады. Қазір менде балансқа кіреміз. Менде дәл қазір көргендеріңізде 0,059 Litecoin бар. Ол деген теңге доллармен санаған кезде 0,7 доллар болу керек. Яғни 300 теңге примерно қазір шарп өтін боламыз. Вывод басамыз. Қараңыздар, бізде ақша шығару үшін 0,03 Litecoin'нан көбірек болу керек. Менде көп. 59 басамыз. Кіреміз. Одан кейін бізге көргендеріңізде Binance'тан, Trustwallet'тен немесе, Litecoin адрестерімізді алып кеп қоюымыз керек. Просто осылардан алып келіп қойғаныңыз дұрыс болады деп тұр. Мен Binance'тан алып кеп қоямын. Мен қазір Binance'ға барып адресімді алып келдім. Binance'тан адрес алып келу қиын емес. Binance кішкене қолданып жүрген балдар уже түсінеді. Ал сіздерде Binance жоқ болатын болса, Trustwallet'ке шығарсаңыздар болады. Қателеспесем, Payeer'ге де шығаруға болады, бірақ Payeer'де өзінің комиссиясы бар, кошелектің. Бірдеңелер ұстап қалады тоже. Басамыз. Мені көргендеріңізде вывод средств кетті. 12 сағат ішінде келіп түседі деген. 2-3 сағатта түсіп қалады.